Туғандар, мына бүгін дағы бұл жақтан товар алып кетіп отырмын. Тамбов областқа. Қазір Калужский областамын. Өткенде бір кішкенекей видео шығардым, шортс форматында. Сол жерден жүктеген болды, сонда дағыч. Қазір дағы сол жерден жүктеп отырмын. Осы менің байлықтарым екен, менің имуществом екен тұрғандар. Машинаның ішінде көрсеттім қанша жүктелі. Почти жарымнан көбін жүктеп қойды уже. Бұл жерге чейінкісін тартпадым видеоны, бұндан арқысын тартамын да, Құдай бұйырса. Сіздерге көрсеттім, жолдарда емнелер болады. Иш процесстерін көрсеттім. Бұл жақтан документтерді даярдадық. Дипломын қадап қойыш керек бұл жаққа. Опа. Проблема создается. Өзгөчө пломба кім болады? Железный. Шырып кетірсе болды. Қармады. Дағы бір нәрсе. Менде тахограф, европейский тахограф, да? Сөйтін российский карталар оқойды. Ондықтан біз мұндай қылып шызып жүріш керек болады да, постоянно. Көрінеді. Постоянно мұндай қылып аты фамилиялар, данныйларды жазып, бұл жағына сызып жүріш керек. Егер тахограф российский видте болғанда, если мына өйдеде тұрады азыр. Көрінеді ау? Ошы қызарып жанып тұрған. Российский видте болғаннан да картаны оқиды болшы да. Атайынан өзі чоң машина айдағанда ондай карта алып, шынай картамен іштеш керек та обязательно. Режим тұрады отдыха деп қойды. Ошоны ручной қағазға түсірішім керек. Что, достар? Көрінеді ау? Но бірінші тұрған бұл ес алу. Столны мен сүрет тұрады, столын сүреті да. Сұндағы, короче, делалар, но көш паш білдейлі. Өте жақсы разбирать етпейін, короче. Разгрузкаға қойған ұшыларда, жөнілі. Природында тұрған ұшыларда қойылады да. Но болса за рулем жүрген ұшылдағы. Қашан за рулем жүргенде ұшыл сызық болады да, короче. Ошо неде 20 саат, короче, каждый саатты ошол режиммен алып кетесің да, мен лучше чызып қайсын ұшылда не қылдың. Қайсын ұшылда за рулем болдың, қайсын ұшылда ес алдың, ошон полный чызып жүріш керек болса, ГАИ соны ұшылап жазып берді. Штраф алу үшін шындай қылышқа тура келеді. Ошол туғандар. Қазір чызып қойдым, Құдай көрсе. Болды. Навигатордан көрсетпейін, қанша жол жүрмін. Қазір мына Москвадан жүргелі алыста тұрабыз. Калужский областьта. Қазір 108 деп қойды, жолды 108 менен барып, дальше емшілер менен кетеміз. Бұл жақ платный жол, өте жақсы жол бірақ. Тегіз, аябай 90 менен кетесің да. Емшілерден шығып, дальше бұл жаққа бесплатный жол бірақ, бір жақсы жол. Мен де жүрген барынша. Ошентип Тамбов барабыз. Мына бұл жерде біздің выгрузка. Магнит деген магазиндер бар, сетевой магазин. Ошол магазинден РЦС екен да, ошол жерге апарат келеміз. Ошондай ылғи эле узак 610 километр. Достар, как раз уже мен бүгін видео тартайын деген күні жаңбыр жауып болады да. А108 деген жолда кетіп отырмын дағы біле, жаңа бесплатный бір полосалы жолда. Өте пробка. Жарым сааттан да өтіп кетті, уже только пробкада кетіп отырмын да жолда. Емшіттерге шығып алсам, дағаны учаскадай көрсе, сыңылдаған бойдан. Иншаллах. Жолын көресіңдер. Аябай жақсы жол да бұл зат.
это платный. Тайын Газпромға келдім еле. Заправка қылып алайын деп, şimdi ондай картамен. Топливный картасымен кірсем, неме екен? Біздің фирманың карталары бұлтанып қалып тұр. Еме не қылыш керек болады? Еме издеш керек болады жаңы башқа. Қазір мына оң жақ чекеде тұрады. Bir шкала бар да. Bir шкаладан біраз үйдірап болуш керек. Бұл деген примерно 60-70 литр бар дегеніне 100 литрге чейін башты. 100 литрге чейін болуш керек. Татнефть деген заправка таптым. Жақсы заправка бар екен. Достар, түнгі саат 1:44 өтті. Дағы 2,5 саат жолым қалды. Бұйырса баратауыз шындай жолда. Бесплатный жол. R119 деген жол болуш керек. Тамбовқа келіп қалды. Құдайым бұйрық насip болды. Тамбовский областқа келіп қалдық. Тағы 80-90 километр барды. Жеде тұрған жергеч. Туғандар түніменен жол жүріп шығар уақытқа келіп қалдық Тамбовқа. Документ оформленияға кіріп кетіп отам. Негізде менде саат 9:30-дарда болуш керек, өзі разгрузкач. Ошентсе дағы эртерээк келіп оформление болуп коеюн деп атам да. Уктап калбайынчы менен. Түнү менен уктабай келгеним үчүн. Uyku atı oldu. Hazır оформление alıyoruz. Adam çakırsa geliyoruz da işte воротаға çakırsa. Регистрация deydi. Dostlar, tamamı saat 4'e gelip товарды тапшырдық. Saat 8'de çakırdı разгрузкаға. Тарта тұрғанда еш нәрсе болған жоқ. Ошентип кече күндүн рейсин өтүргөнбүз. Азыр болсо кайрадан Липецкке жөнөдүм. Липецк бул кайра Москва тарапка кетип аткан жакта да. Липецкий областчы. Ошол жакка баратам азыр. Грязь деген город экен. Ошол жерде сахарный заводдон сахар жүктейт экенбиз.
Сахарды жүктеп алып азыр кайрадан электросталга барабыз. Электросталь ошо эме жакта, Ногинский электросталь. Москванын чыгыш жак тарабына алып калса керек.